Сәлеметсің бе, Асылым? Сәлеметсің. Асылым, бүгін біздің тәжірибеміз неге байланысты деп ойлайсың? Сумен жұмыртқа. Жарайсың, дұрыс айтасың. Бүгін біздер тәжірибе жасаймыз. Ол тәжірибеміз жұмыртқа мен суға байланысты екен. Ендеше тәжірибемізге қандай құралдар қажет екен айта қойшы? 3 бірдей көлемде су құйылған стакан, сосын шикі жұмыртқа, неше екен? Сосын астында қасық. дұрыс айтасың. 3 бірдей көлемдегі су құйылған стакан, шикі 3 жұмыртқа, ас тұзы және қасық қажет. Дұрыс. Енді бірінші стаканға жұмыртқаны сала қой. Не істеді? Батып кетті. Жұмыртқа суға батып кетті, дұрыс айтасың. Оны не себепті деп ойлайсың? Тығыздығы жоғары. Дұрыс айтасың, жұмыртқаның тығыздығы жоғары. Ал екінші стаканға 10 қасық тұз сала қой. Үш, 5, 6, 7. Енді тағы. 9. Сондай. Бұлғайын. Жұмыртқаны саламын. Не істеді? Жұмыртқа судың бетінде не істеп жүр? Судың бетінде жүрсе қалқып жүр. Оның себебі не деп ойлайсың? Жұмыртқаның тығыздығы. Суға қарағанда жұмыртқаның тығыздығы жоғары екен, е? Енді үшінші стаканға аз мөлшерде тұз сала қой. Үшеу. Бұлғай бұл. Енді жұмыртқаны саламын. Асылым, үшінші стакандағы жұмыртқа не істеді? Бірдей суда қалқып жүр, е? Оның себебі не деп ойлайсың? Жұмыртқа мен судың тығыздығы бірдей болған екен, е? Жұмыртқа мен судың тығыздығы бірдей болған. Жарайсың, Асылым. Асылым, осы тәжірибенің қорытындысында су көлемі бірдей болғанымен тығыздыққа байланысты заттарды салғанда түрленеді екен. Осымен тәжірибеміз аяқталды. Ұнады ма саған тәжірибе? Иә. Жарайсың, Асылым.